12 жасқа толған балаларға арналған. Отбасы береке мен бірліктің қайнар көзі. Отбасының бірлігі отанның татулығы, атамекеннің тұтастығы. Осынау қағидаларды берік ұстанған, бірлігі мен тірлігі жарасқан отбасының бірі Жасұлан Серіковтің құтты шаңырағы. Жасұлан арман мұратын қанат қылып қияларға самғаған, биіктерге ұшуға талмаған, бірнеше тілді еркін меңгерген, білімді, креативті жас. Бүгінде Атамекен кәсіпкерлік палатасында бөлім басшысы. Алғаусыз сезім мен кіршіксіз көңілдердің, айнымас белдердің айғағындай болып, отбасында тұлымшағы желбіреп, 4 ұл өсіп келеді. Бесігі бөпенің үнімен тербелген, байлықты баламен теңгерген жарасымды жанұяда сәбилердің былдырлаған уілі, ананың бақытты үні, бесік жыры ешқашан үзілген емес. Өпем жылама, жілік жағып берейін, байқотанның құйрығын жіпке тізіп берейін. Әлдей, 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 ай, әлдей, 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 ай. Отбасы тірлігіндегі ең мәнді тетік махаббат екен. Шексіз сүйіспеншілік бар жерде мейірім мен ізгілік те болады. Жасұланның бұл тұрғыда тәңірге тәубесін жасырмайтын, көлденең істерге бас ұрмайтын тағылымды азамат екені қуантады. Бүгінгі бақыт берекемнің бастауында мен сүйген әйелдің шексіз үлесі жатыр деп толқынысын жеткізеді ол. Біз дүниедегі Жақсыгүл 20 жасымызда тұрмыс құрдық, отбасын құрдық. Содан бері бүгін 14 жылға жақындап келе жатырмыз. Содан бері әрдайым бізде жақсы жаңалықтармен, жақсы жұмыстармен, жақсы жобаларымыз кейде өміріміз кездесіп тұрады. Сол ойлаймын, осы әйелім Жақсыгүл қолдап, үйде балаларға қарап, балалардың сабағы дейміз, үйдің шаруашылығы дейміз, маған қажетті отбасылық жағдайлар бар, киім дейміз, тамақ дейміз, соның барлығы өз уақытында, өз сапалы өте жақсы болғандықтан, мен ойымша отбасыға байланысты менде ешқандай уайым жоқ, ешқандай бір дұрыс емес нәрсе болып қалады деген уайым жоқ. Өйткені үйде менің жарым Жақсыгүл бәріне қарап, жауапкершілікпен барлығын өз деңгейінде атқарып отыр. Сондықтан мен алыс сапарға шықсам да, іс сапарға шықсам да, кейде қыдырып сыртқа қарай жұмыстармен барсам да, ешқандай үйге байланысты уайымдамаймын. Өйткені үйдегі мені жарым қолдаушы бір жан бар екенін мен білемін. Мысалға, кейбір адамдар сұрайды, әйелім басқа жаққа жұмысқа тұрдым ба, қайда жұмыс істеп жатыр деп сұрайды. Оның мен сол айтарым жауабым, ең маңызды жұмыс ол осыны отбасының берекесін ұстап отыр. Оған ақшамен төлеп бір құтыла алмайсыз оның ақшамен. Мүмкін қазір ол мұғалім мамандығы, мүмкін мектепте 70-80 мың айлық алса, ал балаларға ол кезде қажетті сүйіспеншілік, қажетті білім бере алмайды. Мүмкін күйеуіне маған қажетті деңгейде мүмкін тамақ, киім, үйдің тазалығы бұндай болмайды. Сондықтан отбасына қарайтын әйел, күйеуінің қасындағы қолдаушы әйел, мен ойымша кез келген жұмыстан да жоғары деп ойлаймын. Мысалға, енді оны эфирге керек па білмеймін. Мысалға бір жеке 70-80 мың теңгелікке айлыққа тұрса, мұғалім болып, немесе 100 мың, біз ол кезде 100 мың теңгеге қосымша бала қараушы деген сияқты қосымша кружоктар, баланың үй жұмыс оқытатын адамдарға жалдау керек боламыз. Сондағы мен ойымша тауып отқан табыс басқа жаққа кетіп жатыр, сондықтан мен ойымша ол ешқандай дұрыс емес деп ойлаймын. Ерте үйленген кезде біз студент кезімізде отбасы құрдық, сол кезде ерте жұмыс істей бастадық. Сондықтан маған ерте жақсы компанияларда жұмыс істей бастадым. Сол кезде шетелдік компанияларда жұмыс істеген кезде алыс жақын сапарларға шығып тұрдым. Сол кезде қолдап ешқандай қарсылық білдірмей, білім алуға болса, форумдар болсын, әртүрлі қысқа мерзімді мектептер болды, алыс жақын Ресейде, Қырғызстанда, Италияда, ақш-та болған кезде, үнемі енді жақында отбасы құрған кезде білеміз, кейде қызғаныш болып, болмаса алысқа бармай қойсайшы деген сияқты кейде түсінбеушілік болуы мүмкін. Бізде керісінше әйелім барып қайт, білім ал, жақсы бәсеке қабілетті боласың деп сонда жігерлендіріп, үйді уайымдама, өзім үйге қараймын,
балалар бәрі жақсы болады, тамақтар тоқ болады деген сияқты немен үнемі қолдап қоштап жүретін. Сондықтан мен ойлаймын осындай 20 жасымнан бастап жан-жаққа араласып, тек Қызылорданың төңірегінде емес, республикада Ресей, ТМД елдеріне жиі барып, сосын Еуропа елдеріне барып, мен ойымша көп білімді шыңдадым, көп нәрсені білдім. Әлі де білу керек. Соны мен ойымша осы қазір бүгінгі күнгі жеткен жетістіктердің бірі осы Жақсыгүлдің осында қолдауының арқасы деп ойлаймын. Әу бастан халқымыз бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болады деп атақты Ахмет Байтұрсынов ескертеді. Серіковтер отбасының басты қағидасы да осыған саяды. Бала тәрбиесін алғы орынға қойып, әр күн сайын перзенттерінің парасат пайымға ұмтылуын көздейтін шаңырақта шаттықтың шынайы лебі бар. Ананы мен жақсы көремін. Ана шаттық бақыт береді. Адам менен барлық адам бақытты болып жүреді. Я, отанға деген ыстық сезім де ата-ананың өнегесімен сабақтасатыны анық. Қазаққа тән қасиетті ұғымдарды көздің қарашығындай қорған отбасында береке мен бірлік, сенім мен құрмет жанарға жылы ұшырайды. Қазақ әйеліне тән әдеп пен иба, қарапайымдылық пен кішіліктің кескіні сүйіндіреді және. Біздің әрбір қазақтың әйелдерінің сол парызы, азаматтарымызды әрдайым біз қолдап отыру керекпіз. Үйде сол береке, бірлік, сол сүйіспеншілік, махаббат болған кезде біздің сол азаматтарымыз әрдайым сол биікке самғайды деп өзім ойлаймын. Осы біздің өсіріп отырған бала шағамызды махаббатпен, сол сүйіспеншілікпен, мейірімділікпен осы азаматымызбен бірге, күйеуімен бірге жақсы етіп, біздің осы арман тілегіміз, осы біздің 4 балапанымыз бар. Сол үлкен азамат болу үшін біз бірінші осы 4 баламызға бірінші тәрбие, екіншіден білім беру. Сол отанды қорғауға, ер мінезді азамат болып өсіруге, осы отанымызды қорғайтындай азамат қылып өсіруімізге бар күшті салуға тырысамыз. Мен бақытты әйелмін, бақытты жармын, бақытты анамын. Құдайға тәубе, әрдайым бақытымыз баянды болғай деп тілеймін. Шаңырақтың береке мен жылулыққа толуы ерлі-зайыптының бір-біріне деген ықылас құрметіне, шынайы сүйіспеншілігіне көп байланысты. Бақытты болудың сыры да осынау ізгі ұстанымда жатыр. Анамнан көрген қасиеттердің көбісін Жақсыгүлден әйелімнен таба алдым. Ол сондай үнемі үйдің тазалығы, балалардың таза жүріп тұруы деген сияқты. 4 баланы қазір қарап отыру да мүмкін оңай емес. Кейде бір балаға қараған өзі кейде шаршайды әйел заты. Бірақ 4 балаға үлгеріп, қарап, оның ішінде маған 5-ші қарап, сондай үйдің тазалығы, тамағы, сосын ешқандай қосымша бір басқа мансап, басқа бір жалпы осы әлемдік қажеті жоқ дүниелерге қатты салынбай, отбасы құндылығын мен ойымша түсінеді. Сондықтан басқа бір құндылықтарға жүгірмей, ең бастысы отбасы берекесін ойлап, осы балаларға мен жауаптым деген сияқты бағытта жүргеніне мен ризамын. Балаларымызға оң тәрбие беретін, қазақи осындай құндылықтарды жеткізе алатын, маған қарай алатын, маған құрмет көрсете алатын, біздің қартайған шаққа дейін бірге болып, балаларымызға бірге қарап, тәрбие беріп, жетістіктерін бірге көріп, жақсы бақытты отбасы болып қала береміз деп ойлаймын. Мен сүйген әйел ол Жақсыгүл, және бақытты ғұмыр кешетін жан жарым Жақсыгүл болатынына қатты қуанамын. Бақыт деген балалы үйде жылуы бар отбасында. Ендеше татулығы мен бірлігі, достығы мен ынтымағы жарасқан отбасыға біз де баянды бақыт тіледік.